Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен пита күлшелерін дайындаймыз. Ол үшін қайнап тұрған ыстық суға 1 шай қасық тұз қосып, ұнға саламыз. 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Содан кейін бірінші қасықпен араластырамыз. Жақсылап араластырып, кішкене суығаннан кейін қолмен илейміз. Өте жұмсақ, тегіс күлше болып шығады. Осылай жақсылап қолмен илеп алып, пакетке салып, бетін жауып қойып қоямыз. 20 минуттай тұрады. Содан кейін осылай ұн сеуіп 8 бөлікке бөлеміз. Осылай бөліп алып, күлшелеп барлығын осылай күлшелеп, бетін жауып, тағы да бір 10-15 минутқа қойып қоямыз. Тағы да 15-20 минут тұрса да болады. Содан кейін күлшемізді жаямыз. Ең бастысы бұл жерде күлшеміз тегіс жайылу керек, дөңгелек формада және беті жыртылып кетпеу керек. Қалыңдығы 2-3 мм сондай қалыңдықта болу керек. Содан кейін қызып тұрған құрғақ табада осылай бір жағы қызарғанда екі жағын аударамыз. Екінші аударған кезде осылай байқасаңыздар ақырын ортасы көтеріле бастайды. Ең бастысы қызып тұрған табаға және екі жағын сәл қызарған кезде аударып тұру керек. Сол кезде ішінде осындай қалташа пайда болып, жақсы көтеріледі. Содан кейін тағы да екінші бетін аударып, сәл пісіріп аламыз. Сонымен пита дайын. Ішіне салмасына кез келген салма салсаңыздар болады. Мен осылай көкөністен салат жасап салдым. Негізі қалауыңыз бойынша котлет салсаңыздар да болады. Колбаса, сыр салсаңыздар да болады. Кез келген салма салып жесеңіздер өте дәмді. Менікі осындай салат болып шықты. Барлығын теркадан өткізіп, 1 қасық майонез, тұз, бұрыш қосып дайындадым. Міне осындай өте әдемі, жұмсақ пита пісті. Қазір ортасын бөліп көрсетемін. Осылай ортасынан бөліп, кішірек салып жесеңіздер болады. Сондай іші қуыс, өте дәмді күлше болып шығады. Ашытқысыз нан ретінде де жасап жесеңіздер болады. Немесе осылай үлкенірек жасағыларыңыз келсе, осылай бір шетін ғана кесіп, ішін үлкендеу, жаңағы котлет, сондай заттар салып, салғанға ыңғайлы. Осылай ішіне саласыздар да. Өте әдемі, дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса лайк басып,
пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.